Johnny, we're here next, looking for you, looking for December 6th. How are you gonna do it? I got my eyes on you, Janabek. Good luck. Әрекен ардақпен эфирға шығуға болмайды. Жыпырақ, топырақ жұтқыз жүрсе тағы әкесін. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайындар, құрметті жанкүйерлер. Бәріміз асыға күткен, тағатсыздана күткен жекпе-жектің уақыты да белгілі болды. Өздеріңізде оқып көріп отқан шығарсыздар. Құдай қаласа, Жәнібек Әлімханұлы Қазақ стайл Америкада 6 желтоқсанда мықты қарсылас, тәжірибелі қарсылас WBA-дің чемпионы Эрисланди Лараға қарсы жекпе-жек өткізеді. Бұл шоу бұрынғы шоудан өзгерек, бүкіл бокс жанкүйерлер тамашалайтын, бүкіл бокс мамандары көретін жекпе-жек болайын деп жатыр. Неге десеңіздер, 3 бірдей әлем чемпион титулы болады. Құдай қаласа, дайындығымыз жоғары деңгейде өтіп жатыр. Біздің мақсатты білесіздер, 4 бірдей титулды жинап, орта салмақта абсолютный чемпион болып, тарих жасау. Соған да аз қалды ағайындар. Бұйыртса Лараны өтіп алайық. Алдымызда Адамс бар. Оны да қиналмай өтіп, тарих жасаймыз. Шалдың өзі шыңдаған шалғыдай өткір болып, Жәнібек рингке шығады. Спарринг қарсыластарымызда жақсы, Лараның стилінде жұдырықтасатын жігіттермен жұдырықтасып жатырмыз. Желмен өскен жусанның тамыры тереңде болады дегендей, бәрін реттеп, 100% сақадай сай болып шығамыз. Құдай қаласа, 6 желтоқсан күні елге ағайындар 3-ші әлем чемпион титулын сыйлаймыз, көк туды желбіретеміз. Сол жеңісті күнді, сол берекелі күнді, сол қуанышты күнді бірге тойлап, бірге қуануды жазсын. Құдай қаласа, жанкүйер болатындарыңызды білеміз. Үлкен жекпе-жек, жеңісті күнде жолайық. Съемкадамыз. Жағалауға келіп. Жылдар жетеді, бәрі кетеді, жалынды жырым қалар, жаныңды тербеген, алдаспан айбарды жыр жауыңа сермеген. Асыл елім, сүйеніш асқарым, қайсар қалпыңнан айныма мұнарда бір айдар. Жігіттер не жаңылып отыр, бірақ ана жақта страшный сообщение кетіп отыр, не успеваю. Жақсы аманса. Осы сәтті пайдаланып, жігіттер осы мен эфирімді пайдаланып, мамаларың туғанымен құттықтағандар. Нормально. Разрешаю. Уалейкум ассалам. Уалейкум ассалам. Что там, жігіттер? Коротко, валейкум ассалам. Дайте, да, интересный вопрос. Депутат болмайды шығар, мен қызық емес депутат. Валейкум ассалам. Привет. Қазақтың жері, қазақтың жері. Валейкум ассалам. Офсайд деген киноны қайдан көріп алсыңдар жігіттер? Где можно посмотреть? Viva Mexico. Жатырмыз да, брат. Ой, бо, Viva Mexico. Нағыз еркек UFC қарау керек па дейді. Нағыз еркек елі үшін, отбасы үшін, туған туысқандар үшін жұмыс істеу керек, еңбек ету керек. UFC-ді жынды да қарайды, алқашты қарайды, наркоманда қарайды, бәрі қарайды. Нағыз ер жігіт еліне еңбек ету керек, еліне болмаса жақындарыңа пайдан келтіру керек. UFC-ді көру, көрме, ол другой вопрос.
көке болмаймау депутат. Спортсмендердің депутат болған дұрыс па, дұрыс емес па деген сұрақ бар ғой. Мен орыма бір үлкен кісі бару керек сияқты, бір 50-ден асқан, 60-қа келіп қалған бір үлкен білімі бар деген сияқты. Жақсы. Көкпар қазір бой ғой, бойдан кейін көкпар тартамыз әкесін. Уағалейкум ассалам. Жігіттер, борецтардан туған жылы мен салмағын сұрамау керек. Он никогда не узнаешь правду, короче. Туған жылы мен салмағы всегда өтірік болады. Бес емес, 10 ғой деймін, 10 дүркін чемпион. Офсайд туралы сол киноны көру керек, соны көріп жатсыңдар ма, негізі бар ма екен, қай жерде көруге болады? Офсайд. Уағалейкум ассалам. Бір депутат болуға жылан жоқ, ертең тағы бұрынғы интервьюларымды шығарып прикол ұстап жүрсеңдер, зачем депутат болмай қояйық? Ата бұрынғы приколдарымыз шығып кетеді қазіргі сияқты. Одан да тып-тыныш отыра берейік.